Жыл басына таласқан хайуандар. Ең ерте заманда хайуандар жылдың басы болуға таласыпты. Сонда жылқы айтыпты: мен алысты жақын қыламын, күшімді көрет, сүтімді ішет, қылыма шейін арқан, жебесет, адамға менен пайдалы мал жоқ, жыл ағасы мен боламын дейді. Түйе айтады: сен адамның жұмысын қылсаң, сұлы, шөп асайтын тамағың үшін құл болдың. Міне мен сен көтер алмайтын ауырды көтеріп, неше айшылық алыс жерлерге барамын. Аш болдым деп арпа, сұлы сұрамаймын. Көде болса көде, жусан болса жусан, не кез келсе соны қорек етіп, табылса су ішіп, табылмаса шөлде де жолға жүре беремін. Жыл басы болу маған лайық. Сиыр айтады: адам егін ексе менімен егет, сүтімді ішет, құрт май істейді, жыл басы болу маған лайық. Қой айтады: мен болмасам, қазақ үйін немен жабар еді? Жүнімді алып киіз басады, жабағымнан киім тігет, арқан, жібес еді. Сүтімнен құрт май алады, шаруаға менен пайдалыларың жоқ. Ит айтады: мен болмасам, сендердің көбіңді не ұрлап, не қасқыр жеп тауысар еді. Мен сендердің баршаларыңның бақташыңмын. Дұшпан көрінсе үріп, абалап, еме хабар беремін. Тауық айтады: мен болмасам, кісі ерте жұмысына бармай ұйықтап қалар еді. Мен ерте тұрып таң атты деп шақырып хабар айтамын. Кеш болса, жатар мезгіл болды деп тағы шақырамын. Тышқан не айтарын білмей тұрады да, бір түрлі қулық ойлап, жиылған көпке айтады: бұл таластан еш нәрсе өнбес. Жылды қарап тұралықта, кім бұрын көрсе, сол жыл басы болсын. Өзгелері қарап тұрғанда, түйе өзінің бойына сеніп, менен бұрын кім көреді деп, тышқанның сөзін қостайды. Бәрі қарасып тұрады. Біраздан соң тышқан жорғалап түйенің өркешіне шығып отырады. Көп хайуан таласып, біз көреміз деп тұрғанда, ең биікте отырған тышқанды көріп, еш нәрсе демепті. Сонан соң жылды бәрінен бұрын тышқан көріп хабар беріп, жыл басы болыпты. Түйе бойына сеніп, құр қалып